jigitler. Kızlar kelingler şirkler men Karajorga bileyim. Hay bana. Oy jarang jigitler qani? Халық билерінің қадамымен қалы. Баяхмет Жұмабайұлы. Беташар. Кешеден бүгінгі дейін халық билеріміздің зерттелуімен жаңғырып, жандануы айта қалсын, халықтың еңбек жемісінен барлыққа келіп, өзіне тән айқын бояуы бар, өзгенің биінен өзгеше ұзақ тарихқа ие билерімізді, әсіресе сол бір Совет үкіметі кезінен бастап зерттеп сақаналастырып отырған мамандар мен кәсіп иелері аз болмады. Соның арқасында Қаражорға, Аю биі, Сабау биі, Аққу биі, Бүркіт биі, Еңбек биі, тағы басқа қыруар билеріміз бүгінгі әсілгі нұсқасымен жетіп отыр. Десе де, әлі де зерттелмей жатқан билерімізбен осы билеріміздің толықтануы кемшіл болып отырғанын жасыра алмаймыз. Сондықтан бүгінгі рухани жаңғыру сынды қайта төле-жүген ауқымды жағдайда мұндай түйткілді құндылығымыздың деңгейін оқырманмен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Халық биі Қаражорға жайында. Халық билерін егжей-тегжейлі зерттедім деп жүрген бір азамат өзіме, аға, сіз халық биі Қаражорға жайында бірнеше мақала жазумен қатар әлі ізденіп жүрсіз. Алайда бұл биді зерттеп тарихын тұрақтандырып болдық емес пе? Айта берсеңіз, қимылы ғылыми өремен тұрақтанып, гимнастика деңгейіне көтеріліп қалмастан, көркемөнерлік өреде сахналасып үлгерді демесі бар ма? Ойланып қалдым. Жетер жеріне жеткіздік деп жүрген Қаражорғамыздың бүгінгі халіне еріксіз сәп салдым. Осыдан 5-10 жылдың алдында өзіміздің екі саудагер азаматымыздың теңгенің сылдырын естігенде қырғыз саудагер ағайындарына Қаражорға әсілі қырғыздардың биі екен деп, беті бүлкетпей ұлтының мәдениетіне жомарттық көрсеткені, бұл пікірді интернеттен қырғыз ағайындардың өз аузынан естідік. Әлі есімде. Содан бері Қырғызстанда Қаражорға биі біздің байырғы биіміз екен деп жалпыластыруға етек алдырып, зерттеу орталығын құрып, арнаулы теле ақпарат медиаларында насихатын күшейтіп, жігі жапар болды да кетті. Тағы бір азаматымыз бұл биді шаманнан қалған бақсыларға тәуелді моңғолдардың биі екен деп үрке қарап жүргендері тағы бар. Әрине, бұл көзқарас биіміздің тарихына пайдасы болмаса, зияны жоқ. Ал Қазақстанның танымал әншісінің аузынан Қаражорға деген пәле қайдан шыққан, өмірімізде естімеген нәрсе екен деп телеэкранда дүйім жұрттың алдында тыжырынғанын қайтесің. Ол олма, Қаражорға биін героиннен бетер ұлатқыш дәстүрге жат қарабайлық ретінде қарап, мәдениетімізді бұзды деген масқара мақалаға да куә болмап бедік. Міне осындай дөрекіліктерді көріп біліп отырып, халықтың қанына сіңіп тарихына тұтасқан мұрағатымызды, Қаражорға биімізді бұлайша даттатып қойып, зерттеп жеткен жеріміз осы ма деген сұрақ әрине өзімді ширатпай қоймады. Сондықтан халық биі Қаражорға жайында аздап толғаныстар айтпақпын. Кеңесті арыдан бастауға тура келеді. Ары болғанда сайым сахарадағы бабалар ізі болған жартастарға түскен сызбалардың пайда болу тарихын дүние ғалымдары кеңінен айтқанда 10 мың жылдың жүзін мөлшерлейді. Әне сол 10 мың жылдық тарихты бастан кешіп жатқан сызбалар ішіне біздің айтып отырған Қаражорға биіміздің сорабы жатқанын зерттеушілер дәлелдеп отыр. Мысалы,
жазушы, зерттеуші Зейнолла Сәнігұлы өзінің Қаражорға қазақтың халық биі деген мақаласында ішкі Қытайдың Шаншидің Фучинг өңірінде сақталған Юань патшалығы дәуіріндегі там қабырғасына түсірілген суреттер деген кітабынан мәуелеп өскен ағаштың көлеңкесінде 5 тұрманмен малындыра ерттелген 2 ат қаңтарылып байланған. Шошақ тымақ киген бір адам домбыра шертіп отыр да, басына ақ шошақ өкілі бөрік киген бір адам қобыз тартып отыр. Майданда рухтана биге басқан екеуінің қимылы еріксіз қазақтың Қаражорға биін еске салады десе, зерттеуші Ясын Құмарұлы 2012 жылы Шинжаң газетіне жариялаған мақаласында Тәңіртау сілеміндегі Күнгөй Қаратау бөктеріндегі бір жартаста билеп тұрған адамдар сызбасындағы қимылы мен олардың киген киімдері қазақтың бүгінгі киімі мен бүгінгі Қаражорға биінің қимылы екенін дәлелдейді. Ал Әбділ Тәуекелұлы мен Сержан Тайжибекұлының Қытай ұлттары журналының 1912 жылғы 4-ші санында жариялаған Қаратас бесіне қашалған Қаражорға деген мақалаларында ғалымдар Минонский ойпатындағы осыдан 3000 жыл бұрынғы жартас суреттерінің нобайын қазақтың кигіз үйіне бейімдеуі, сызбаны қазіргі қазақтың кигіз үйімен төркіндес екенін айта келіп, сызбадағы көріністерге түсінік бере, айнала алқа қотан тігілген кигіз үйдің ортасындағы алаңда шаттана билеп жатқан топты адам. Бұл Саржайлауда өтетін тойларымыздағы есіктің алдында сақтың сарала сырмағымен қазақтың қалы кілемін жайып, шыршалауын жағып, алты бақанды құрып тастап әсем биге басатын ауылдың тамаша сауық кешін көз алдыңызға елестетеді десе, анау Шинжанның Құтыби ауданына қарасты Қызылқысаңдағы жартасқа түсірілген сызбада өкіл арулардың Қаражорғаны билеп тұрған бейнесінен аумайды. Ал кей деректер мен аңыздарға тоқталар болсақ, арыда мифологияға тірелген хикая Қарадау, қара албастылармен күрескен халық еңбегінің нәтижесі ретінде қараның тегі тектеліп Қаражорға биімен қауыштырылып баяндалса, аттың жорғасынан туындаған екен делінген аңызда Байжігіттің Ақиық атты бидің Ақсұңқар есімді зерделі қызына ғашық болғанда Қаражорға аттың жүрісіне күй шығарып арманына жеткен екен деген тағы басқа хикаяларды кезіктіреміз. Ендеше нақтылы деректерге келер болсақ, 18 ғасырға тән орыс деректерінде Дәулеткерей ордасындағы Қаражорға биін билеген сызбалар кезіксе, 18 ғасырдың ортасында жасаған Көгадай және мұрагері Ажыгүң ордаларында Қаражорға биі биленген деректері бар. Бұдан басқа да Өралтай өңірінде де Қаражорға биі тарихтан бүгінге дейін жалғасым тауып келе жатқаны жайында анықтамалар мол. 19 ғасырда Өралтайда аты мәшһүр Зуқа Сәбитұлының ордасында арнаулы ән айтып би билеп күй шертетін Рамазан, Аспандияр, Тоқай деген өнерпаздары Қаражорға биін билейтін айтылады. Шинжаңның Баркөл өңірінен 1934 жылдардан бастап сол кездегі Қытай үкіметінің зорлық-зомбылығына қарсы соғыс ашып, қысымға шыдай алмай, бостандық аңсап, Гемалай асып Индістан, Пакистан арқылы Түркия жеріне мекенденген бір шоғыр халық мың өліп, мың тіріліп жүрсе де, Қаражорға биін оқтың астында, қылыштың жүзінде билеп жүргені жұртқа аян. Міне солардың бірі Қазақстан дербестік жариялаған 1991 жылы ата жұртқа келген Арыстан Тосын Зуқа Батыр немересінің мұнда Қаражорға биін дәріптеушілердің бір екендігін жұрт әбден біледі. Қаражорға болмаса, бидің сәні келер ме? Қос етек көйлек
Басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне, қоссын барлық делебе, қан тарасын денеге. Қара жорға болмаса, тойдың сәні келеме. Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар. Қос жүректің Екі мың 15 жылы әйгілі ғалым профессор, әдебиеттанушы, жазушы, сыншы Тұрсынбек Кәкішев ақсақалға кезіккенімде, өзінің 1948 жылы Ақмолада Қаражорға биін үйреніп, тобығын ауыртып алғанын олақтай аламыз. Бұның барлығы тек Қаражорға биінің тарихтан жалғасып келе жатқан асыл қазынамыз екеніне анықтама. Ендеше Қаражорға биіміздің тарихы арда жатқанына, әрі жалғасым тауып бүгінгі жеткеніне көз жеткіздік делік. Енді осы биімізді жоғарыдағы азаматтың өзіме айтқандай зерттеп жете алдық па деген сұрақ туындайды. Қарап отырсаңыз, әзірге билеп жүрген Қаражорға биі бір сарын, бір сыдырғы. Біз осыны Қаражорға биі деген осы деп малданып келеміз. Тіпті әуеннің өзі Қаражорға күйі емес, салгүрен күйі. Ол олма, тумысында Қаражорға туралы естіп білмеген қырғыз ағайындардың жол ортадан тарпа бас салып, біздікі еді деп, бертін шыққан әуен тойға арналған сөзімен көшірі салғаны тіптен күлкілі болды. Бұлай деуден Қаражорға биін қазақ қана билейді дегендік емес, әрине басқа ұлттарда ірі сахналарда билей беруге құқылы. Мәселе тарихын туралап, ен таңбасын айқындап қолдану керек еді. Ендеше Қаражорға биі бұл күнде ер ішінде кеңінен тарап жалпыласса, әр жерлерде 5-10 мыңдаған адам топтасып Қаражорға биін билеп, қызыл кітапқа енгізіп жатса, бұдан артық несімен айқындалады деген пікірде туындар мұнда. Шынында, Шинжанның Шыңғыл ауданында 10 мың адамдық, Қазақстанның Атырау өңірінде Жамалин Диқанұлының еңбегімен 15 мыңнан астам адам Қаражорға биін билеп шыққаны қуанарлық жайт. Алайда бұлар Қаражорға биімізді ешқашан ғылыми деңгейге көтеру дегендік емес, тек осы биді насихаттау. Бұлай дейтініміз, біз Қаражорға биінің қимылдарын жүйелі зерттеуден тыс, осы бидің қанша түрі барында әлі ескермей отырмыз. Қараңыз, біраз жылдардан бері қолыма түсіп, қорыма сақталған Қаражорға биінің түрлерімен бөлісіп көрейін. Бірінші, топты ортада билейтін Қаражорға биі, яғни орда биі. Байсалды, баяу биленеді. Екінші, ат үстінде билейтін Қаражорға биі. Ат үстінде өнер көрсету түріндегі биі. Аттың жорғасы, шабысы арқылы ер азамат ат бауырына түсіп биленеді. Үшінші, үй ішінде адамды ат орнында мініп алып ойын көрсететін Қаражорға биі түрі. Қызық көрсету биі. Төртінші, комедиялық Қаражорға биі. Күлдіргі ретінде фигураны бұзып билейтін Қаражорға түрі. Бесінші, жылқының қосаяқтаған шабыс жорғасын бейнелеп билейтін Қаражорға биі түрі. Алтыншы, буын биі түрі саусақтан бастап шынтақ, иық, жауырын, мойын, бел, жамбас, қылта, қызыл асыққа дейін қимылдатып билейтін Қаражорға биі. сылқылдап келшек
Жетінші, еңбек қимылын бейнелейтін қаражорға биі түрі. Жүн сабау, кигіз басу, қырықтық қырқу сияқты еңбектің қимылын қаражорға биімен бейнелейді. Сегізінші, әртүрлі айуандардың әрекетін келтіретін қаражорға биі. Аю, қасқырлардың жүрісі айбарын қаражорға биімен бейнелейді. Тоғызыншы, гимнастикалық қаражорға биі. Қаражорға биін бүгінгі спорт түріне көтеру түрі. Қаражорға биі осылайша түрлерге бөлініп, осы түрлермен бай мазмұнға ие болады. Ендеше би зерттеп жүргендерге осы би түрлері қалайда биіміздің деңгейін биіктетуге өз үлесін қосар деген ойдамын. Қорытып айтқанда, қаражорға биінің қайдан келіп, қайдан шыққанына, оның қанша түрлері бар, олардың қағидалары қалай дегенге зерттеу жүргізбей, көре салып, ести салып, бұл өнерге таласушылардікі таяздық болмақ. Сондықтан біз тұрмыста, топты ортада көре қалған бір түрлі қаражорға биінің қимылына малданып қалмай, тереңдей зерттегенде барып, биіміздің тарихын анықтап, құндылығын әйгілеп, ғылыми ерекшелігін басқаларға танытып, ұлт мәдениетінің жауһарынан айырылмауымыз керек. Бүркіт биі. Талай ғасырлардан бері көшпенді тірлікті ғұмырына серік еткен халқымыз сахарадағы алымыр құстардың сыр сипатына барынша зер салып, оларды қолға үйретіп, олардың ерен ерекше қасиетінен пайдаланып, өз шаруашылықтарын, тұрмыс жағдайын дамытып отырған. Бүркіттің балапанын ұясынан алып, оны қолға үйретіп, оның мінезін, қимылын тұтастай зерттеп, зерделей білген халқымыз олардың қимылы мен ерекшеліктерін өздері би түрімен қайталап отырған. Әсіресе бүркіттің қырандылығын мақтаныш еткен халқымыз оның сергектігін, қайсарлығын, батылдығын ғана емес, отырысын, көзқарасын, қомдануын, ұшуын, аңға түскен бейнелерінің бәрін тұтасымен бақылап, оларды қайталау арқылы би түріне көтеріп, бүркіт биінің мазмұнын байытып, түрін молықтырып отырды. Бүркіт биінің ерекшелігі бүркіттің ерлікке толы қасиет арқылы көрерменге жігер қайрат бағыштайды. Мысалы, кей бүркіт биі қыран құстың тұғырында отырып, тілене қомдануын, мойнын толғап атырабына өткір көзімен тінте қараған бейнесін келтірсе, кейде кигіз үйдің шаңырағын құзар шыңның басына балап, сол биіктен кең дүниеге көз жіберіп, қанатын кең жайып, зеңгір көкте самғау сияқты қимылдарын би түрінде бейнелеп отырады. Кей бүркіт биінде билейтін өнер адамы бүркіт бейнесінде жасанып, екі қанат байланып алып, әрекет қимылдардың арасында екі қанатын желпіп, атырабына боран соқтыру арқылы көрерменін тамсандырудай ғажайып әрекеттермен ерекшеленіп отырады. Бүркіт биі халқымыздың нағыз тұрмысын бейнелейтін би түрі болғандықтан, би ғасырлар бойы халқымыз ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, бүгінге жеткізіп отырған нағыз құндылықтарымыздың бірі болмақ.
Аю биі. Аю мал чарбашылығымен шұғылданып, үнемі көшіп қонып жүретін халқымыздың тұрмысымен аралас жасайтын тағы түз хайуандардың бірі. Аюдың қоралы қойға шабуы, қойшының көзінше күш көрсетіп, алдындағы малын тартып алып кетуі, қосты тас шыммен атқылайтын аюдың қимылына кей батыр азаматтар төтеп бермекке қарсы келіп, алыса кететін. Болмаса аюдың апанына еніп, соғып алатын ерліктері үнемі кезігіп отырады. Сондықтан малшы қауымның өз шаруашылығын дамытудың бірден бір жолы аюдан сақтану, оған төтеп беру болғандықтан, адамдар аюдың жүріс тұрысын, қимылын үнемі бақылап, ол қимылдарды өздері қайталап, би түріне айналдырып отырғандықтан, аю биі халқымыз арасында кеңінен тараған билердің бірі болды. Аю биінің тарихы тымарыда, солардың бір дәлелі Жорға аю, Ақсақ аю күйлерінің аю биімен үйлесім табуы болса, мынау 1924 жылдар биленген аю биінің нұсқасы осы пікірімізге дәлел болады. Аю биінің таралымының кең болуының енді бір себебі қонжығын ерткен аю, азық іздеген аю, қораға шапқан аю, ойына басыр салған аю, оқ түйіп жараланып қашалмаған аю, азық іздеген аю делінген аюдың қимылын қайталайтын би қимылдары мол болғандықтан, аю биі бояуы қанық, даралық айрықша, түрі ең мол би түрлеріне жатып, ел ішінде таралымда мол болғандықтан, бүгінгі әйнімен жетіп отыр. Аю биі бишінің барынша шеберлігін қажет етумен қоса, актерлік өнерінің өрелігі арқылы комедиялық қимылдармен көрерменін барынша баурап отыратын ерекшелікке ие. Сондықтан бұл би ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып, ерекше дара стилімен құндылығы асқақтай бермек. Мақаланы оқыған Тоқан Мәкейұлы.